Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді қуырдақ жасаймыз. Ол үшін бізге етімізді кесіп турап аламыз дайындап, картошкамызды жуып тазалап аламыз дайындап, және 2 пиязымызды аламыз ашып. Дайындап алдық. Ал енді қызып тұрған майымызға етімізді қуырамыз. Етімізді қызартып қуырып алдық. Енді пиязымызды қуырамыз дәл солай қызартып. Қызартып қуырып алдық. Ал енді картошкамызды саламыз. Бауырымызды өзімізге қажетті бөліктерге бөліп, кесіп турап аламыз. Картошкамызды да қызартып қуырамыз. Осылай қызартып қуырыңыздар. Ендігі кезекте бауырды қосамыз. Араластырып қуырып аламыз. Тұзымызды қосамыз. Лавр жапырағын саламыз. Және зіре қосамыз. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді де қосуға болады. Барлығын араластырып, кішкене қуырамыз бауырды да. Газымызды кішкене жай қойып, демдеп қоямыз. 25-30 минутқа демдеп қойыңыздар. Ал біздің тамағымыз дайын болды. Осындай керемет дәмді қуырдағымыз пісіп шықты. Барлықтарыңыз ас болсын, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.